Саламатсыздар ма балалар? Балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді жанымыздағы көршімізбен амандасып алайық, иә? Қасымызда отырған көршілерімізбен мен сіздерге қазір көрсетемін. Сол сурет бойынша бір-бірімізбен амандасамыз. Жарай ма балалар? Суретті көрсетемін мен сіздерге. Амандасайық бір-бірімізбен. Жарайсыңдар. Енді амандасайық. Жақсы. Енді қалай амандасасыздар? Ой, жарайсыздар. Міне балалар, сіздердің көңіл күйлеріңізді көріп тұрмын. Осылай көңіл күйде сабағымызды бастаймыз. Отыра қойыңыздар. Балалар, тақтаға назар аударайық. Суреттен балалар нені көріп тұрмыз? Қараңыздаршы. Не бұлар? Ағаш, иә? Бұл не? Ит мұрын. Бұл балалар ит мұрын. Түйе. Ескі. Құлақ. Түймедақ. Аққу. Балалар, бұл суретті топтайықшы, қанекей, топқа бөлейікші. Топтар, қандай топтар шыққан айтайық? Қанекей? Не деп бөлімізге болады бұларды? Мыналар не балалар сурете тұрамыз? Барлығын айтқан не айтамыз? Өсімдіктер. Жануарлар. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өсімдіктер мен жануарларды салыстыру. Яғни балалар, сіздер бүгін өсімдік пен жануарды салыстырып үйренесіңдер. Ұқсас жақтарын білетін боласыңдар, айырмашылығын білетін боласыздар. Енді балалар, бізде әлемде сан түрлі жануарлар мен өсімдіктер бар. Осы жануар мен өсімдіктің бүгін айырмашылығын салыстырып үйренесіздер. Енді балалар, тақтадан көріп тұрмыз ғой, неше түрлі жануарлар бар. Нені көріп тұрмыз суреттен? Ит, қой, сиыр, яғни тауық, қаз, иә? Қандай өсімдіктерді білесіздер балалар? Түрлі өсімдіктер бар ғой.
жануарларыңызды, дәптерlerіңізді ашып сала қойыңыздар. Әркім өз бір жануарын салады, сүйікті жануарын саламыз. Қазір әңгімелейміз. Кім қандай жануар жақсы көреді екен? Айтпаймыз балалар, саламыз қазір көрсетеміз. Мен ит саламын. Жақсы жарайды. Балалар енді өзіміз саламыз дедім. Қарандаштарымызды аламыз балалар. Қарандашымызды алып, суретті саламыз. Әркімнің өзінің сүйікті жануарын салады. Жаңа айтып өтсіңдер, бұны дәптерлеріңізге түсіре қойыңыздар. Қарандашымызды аламыз. Мен кішкентай кітап саламын. Қанекей балалар, әдеметтік суретіңізді сала қояйық. Сүйікті жануарларыңызды. Қанекей балалар. Қазір жақсы салған оқушыларды мен бағалаймын. Тез-тез балалар саламыз. Айттым ғой, бірнеше сурет салмайсыздар, өздеріңіздің тек сүйікті жануарларыңызды саласыздар. Қанекей, кім бірінші салып, әңгімелейді өзінің сүйікті жануарын? Сап болды. Әр қатардан маған бір-бір оқушыдан әңгімелеп берсе отырсаңыздар. Ұлан, әдемі салып жатырсың. Жарайсыңдар. Саламыз балалар. Жақсы, Нұрислам шыға қой тақтаға. Ұлан шыға қой тақтаға. Не болдың, апай? Шыға қой тақтаға. Мариям шыға қой тақтаға. Жақсы. Қазір балалар салған суретімізді әңгімелейтін боламыз. Салған суретімізді әңгімелейтін боламыз. Қазір кім қандай жануарды ұнататынын білетін боламыз. Тыңдаймыз балалар, қазір бағалайтын боламыз. Жақсы. Мариям, сен қандай жануарды жақсы көресің? Сүйікті жануарың? Сүйікті жануарың мысық. Үйде мысығың бар ма сенің? Аты кім? Симба. Мариямның Симба деген мысығы бар екен, иә? Мариямның сүйікті жануары сонымен мысық екен. Жақсы, келесі. Ұлан, сен сүйікті жануарың? Мысық. Ұландікі де мысық екен. Сен де мысығың бар ма үйде? Жоқ па, бірақ мысығың болған қалайсың, иә? Жақсы. Нұрислам, сенің сүйікті жануарың? Тасбақа. Тасбақа? Тасбақаны сен көрдің бе өмірде? Иә. Тасбақа қандай жануар? Жылдам жүре ме? Жай жүреді. Жай жүретін, иә? Жақсы. Америка мысық. Сен де жануарың, сүйікті жануарың мысық екен. Мен қарап отырсам, барлығында көбінің сүйікті жануарлары мысық екен. Мысық барлықта менен де бар ма? Енді бағалап жүрейік. Ұнады ма сіздерге салған оқушылар салған суреттері? Мен балалар, бұлар оқушыларды жарайсың деп бағалап жіберейін. Барлықтарыңызда өте жақсы салдыңыздар суреттеріңізді. Жұлдызша қоямын сіздерге. Жақсы балалар. Келісесіздер ме? Барлығы да өте жақсы салып суретті, иә? Солай ма? Жақсы, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Енді балалар, қазір сәл ойнап жүрсек қалай қарайсыздар? Ойнап жүрсек па? Енді әр
Жақсы. Жарайсыңдар, барлығын жақсы тауып отырсыңдар. Нұрислам, қандай жануарды жасырасың? Қандай жануар? Нені жасырғың келіп отыр? Бақа. Жақсы, мысық жасырды ғой, мысықты тапты. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, біз бүгін қандай тақырыпты өттік? Жануарларды салыстырдық. Өсімдіктерге жануарларды салыстырдық, яғни айырмашылығын осыны таптық, ұқсас жақтарын таптық, иә? Енді алдарыңызда стикерлер тұр. Мен қазір сіздерге айтамын, иә? Бүгінгі сабақтан алған әсерлерді бір 3-4 оқушы өздері айтып, қалғандарымыз мына тақтада тұрған жасыра қоямыз, иә, суреттерге. Яғни бірінші бізде күннің суреті тұр. Бұл табиғат құбылыстар, иә? Күннің суреті тұр, яғни күнге бүгінгі сабақты түсінсеңдер, бүгінгі сабақтан жақсы әсер алсаңдар, күнге жапсырасыңдар. Бүгінгі сізге сабақтар ұнаса. Келесі, әлі сұрағым бар. Бүгінгі сабақтан түсінбегендеріңіз болса, мында 2 суретке жапсырасыздар. 3 суретте мүлдем түсінбесеңдер, 3 суретке жапсырасыздар. Яғни қиналсаңыздар, түсінді ме? Қайнекей балалар, Айхан өзіңнің алған әсеріңді айтып, стикерді жасыра қойшы, тұра қой орныңнан. Бүгінгі сабақтан не алдың, не үйрендің? Айта ғой. Яғни жануарлар мен өсімдіктің айырмашылығын білмек жарайсың, барлығымызды білдік па? Жақсыра ғой, бір-екі оқушыға айтамын. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма, Дина? Тұра ғой. Дина, тұра ғой. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақтан не алдың? Қандай әсер алдың? Қай тапсырма ұнады? Жануарлардың суретті алған ба? Жақсы. Тапсыра ғой. Келесі. Нұрдолас айта қойшы өз ойыңды. Яғни не алдың бүгін сабақта? Тұра ғой, тұр. Бүгінгі сабақта қандай әсер алдың? Бүгінгі сабақ ұнады ма саған? Түсіндің бе өсімдікпен жануардың айырмашылығын? Жануарлар қозғала ма? Өсімдіктер қозғала ма? Қайсысы қозғалады? Жануарлар қозғалады екен. Жақсы, екеуінің айырмашылығы, яғни жануарлардың қозғалатында, иә? Жақсы. Енді балалар, барлығымызға бүгінгі сабақ ұнады ма? Жақсы. Алған әсерлеріңізді осы тақтаға барлығыңызға жапсыра қойыңыздар. Жазбай жатса, маған бере қойыңыздар. Жақсы, балалар. Большие. Бүгінгі сабақты түсінікті болғанын, яғни жақсы әсер алғандарыңызды көріп тұрмын. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.